Ассалаумағалейкум. Қайырлы кеш. Амансыздар ма? Қалайсыздар? Қош келдіңіздер эфирге. Бүгін бізде мойын, кеуде, омыртқаны қоқыстан тазалау практикасы болады. Қалайсыздар? Алдын біз миды тазаладық. Құлақ, көз, мұрын, ауыз, тамақ, иық, желке, жауырын, осы органдарды тазаладық. Кім соған қатысты? Бес қоямыз. Және содан бері қандай сезімдер болып жатыр, қандай өзгерістер болып жатыр. Қанша рет жасадыңыз тағы да? Жаңадан келіп қосылып жатқан оқырмандарға қош келдіңіздер. Қысқаша таныстырып өтейін өзімді. Алмас ақын, психосоматолог практик, экономист қаржыгер, ұстаз, рухани ұстаз, рухани жаңару орталықтың президенті. Бізде орталықта әртүрлі жобаларымыз бар. Біріншісі ол 120 күн марафон, ол алдымызда 8-інде басталады. Одан кейін мен баймын жобасы, одан кейін психосоматолог практик жобасы, ол 18 қаңтарда басталады. Және жүрекпен оқыту оңай жобасы, эксперттерге арналған. Плюс рухани дәрісіміз бар, апта сайын болатын, онлайн, офлайн келіп қатысуға болады. Және плюс семинар тренингтеріміз бар, әртүрлі. Ақша блоктарын шешуге, бақытты қарым-қатынас орнатуға деген секілді. Қысқаша осы. Негізгі бағыт бұл адамның ішкі жан дүниесімен жұмыс жасау, ішкі түйсігімен жұмыс жасауға көмектесу. Өйткені адам өзінің рухани, жүректегі рухани есігін ашуға кілт іздейді екен өмір бойы, саналы түрде, бейсаналы түрде. Біз сол адамдарға жүрегіндегі рухани есікті ашуға көмектесетін құралды меңгеруге үйретеміз ғой, былайша айтқанда. Ал бисмилля, олай болса бастайық. Дауыс қалай, жақсы шығып жатыр ма? Саламатсыздар ма, саламатсыздар ма? Мойын иығым сықырлады дейді. Күшті. Кеудедегі ауырсыны кете ме? Кететін шығар. Бүгін жасаймыз. Енді біз көбірек бүгін мойынды аламыз. Мойын омыртқасы. Бұлшықеттер. Одан кейін барып кеуде. Жақсы. Бар ма сұрақтарыңыз? Осы практикаға байланысты. Оған дейін мына жерде бөлісу нүктесі бар. Осыны басып 10 адамға жіберіп қойсаңыз, қазір біз күшті медитация жасаймыз. Осы медитацияны олар да бір сезініп көрсе екен. Мойнындағы, кеуде омыртқасындағы, мойын омыртқасындағы жиналған қоқыстарды тазартса екен. Кім 10 адамға жіберді, 10 плюс деп жазамыз. Кешірім сұраймын, мына жерде микрофонды өшіріп қойыппын, нормально.
Енді біріншіден жалпы мойын бұл нені білдіреді? Иә, мойын бұл ең бірінші біздің икемділігімізді білдіреді. Өйткені мойын болмаса, біз оң жаққа, сол жаққа, жоғары, төмен қарай алмайтын едік. Мойынның арқасында біз 180 градус қарай аламыз. Оң жақтан сол жаққа қарай, тіпті артқа да қарауымызға болады кішкене. Мойын болмаса, біз бүкіл денемізбен бұрыламыз, бүкіл денемізбен қараймыз. Мысалы, көлікпен келе жатырмыз, рульде отырмыз, мойын болмаса, бүкіл денемізбен оң жаққа қарауымыз қажет болады да. Ол кезде не болады? Апат болуы мүмкін. Сонда егер адам өзінің өмірінде қатайып алса, қырсығып алса, бір беткей болса, мойын арқылы белгі беру мүмкін. Иә? Мойын омыртқа белгі беру мүмкін. Ал кеуде омыртқа нені білдіреді? Жалпы омыртқа бұл өзіне деген, бірінші өзіне деген, одан кейін қоршаған әлемге, болашағына, тағдырына және Раббысына деген сенімділікті көрсетеді. Омыртқа өзі 5 бөлімнен тұрады. Мойын омыртқа, кеуде омыртқа, бел омыртқа, 8 көз, құйымшақ. Кете береді. Әр бөлік өзінше бір белгі береді негізінде. Енді егер бізде мойын омыртқа бойынша мәселе болып жатса, онда бізде сол икемділікке байланысты белгі бір жерлерде біз икемділік танып жатқан жоқпыз деген сөз. Не өзімізге, не өзгеге. Ал кеуде омыртқа бұл негізі, егер біз мына әлемге жабылсақ, немесе бір адамға, бір жағдайға жабылатын болсақ, кеуде омыртқамыз арқылы белгі беру мүмкін. Жалпы мына ашылу және жабылу. Ашылу, жабылу. Неғұрлым мына әлемге ашық болсақ, соғұрлым біздің бұл бұлшық еттеріміз жақсы жұмыс жасайды. Енді егер мен қатайып алып, қырсығып алып, қандай да бір сезімдерімді, эмоцияларымды тұншықтырған болсам, ол осы мойын омыртқада бұлшық еттерде жиналады. Егер де мен мына әлемге ашылмай, сенімсіздік білдіріп, күмәнданып, қорқып, үрейленіп жүретін болсам, онда менің мынау кеудем қысылады, осы жерге жиналады. Сол сезімдер, сол қоқыстар. Түсіндіре алдым ба? Енді біз не істейміз? Қазір осы мойын омыртқадағы және кеуде омыртқадағы жиналған тұншыққан сезімдерді, эмоцияларымызды, қоқыстарымызды мейірім махаббатпен босатамыз. Окей? Кім дайын? 2 деген санды қоямыз. Мұрскөй жақтың 2 жұмыртқасына алдағы уақытта келеміз. Оған әлі уақыт бар. Егер шыдам жетпесе, менде YouTube канал бар. YouTube'да Алмас Ақын деп терсеңіз, мен шығамын. Сол жерге ер адамдардың, әйел адамдардың жынысының қабынуы деген тақырып бар. Бірнеше жыл алдын мен салып қойғам. Сол жақтан көрсеңіз болады. Окей. Онда бастайық. Бисмилля деп. Кейде мынандай жағдай болады, үрей қорқыныштарда осы кеудеге жиналады, кеуде омыртқасына жиналуы мүмкін. Сөйтіп ол кеудесін қысады. Қысқан кезде ауа жетпей жатқандай сезім болуы мүмкін. Негізі ауа жетіп тұр, бірақ сондай сезім туындауы мүмкін. Сол кезде адам ойлайды, ойбай, мен тұншығып жатырмын, өлейін деп жатырмын, өліп қалуым мүмкін деп паникаға бой алдыруы мүмкін. Осы медитация сол мына кеудедегі қысылып тұрған, жиналып тұрған эмоцияны, сезімдерді, тұншыққан
жасырған қорқыныш үрейлерді босатуға болады. Окей? Жақсы. Кім бөліскен жоқ? Бөлсеміз, мына жерде бөлісуді басамызда 10 адамға жіберіп қояйық, немесе топқа, каналдарға жіберіп қояйық. Қазір медитацияны бастап кеткеннен кейін олар қалып кетуі мүмкін, сондықтан қазірден бастап қосылып алса. Аха, супер, өте жақсы. Сіздер дайын болсаңыздар, мен қазір бір жарты минут бір нәрсе жасап келейін. Тамаша. Ал кеттік онда, бисмилля деп бастай берейік. Рахмет. Кім жіберді 10 адамға? Берекелі болсын, сауаптан жазсын. Миллион. Ал, бисмилля, бастайық. Көз жұмамыз. Терең дем алып дем шығарамыз. Мұрынмен терең дем аламыз да, ауызбен жай шығарамыз. Барлық фокусты ішкі жан дүниемізге қоямыз. Мен дем алып жатырмын, дем шығарып жатырмын. Дем алып шығарған сайын тәнімізді барынша босатамыз, бостаймыз. Барлық зейінімізді, ойымызды ішкі жан дүниемізге, тәнімізге қоямыз. Қазір ойша өзіңіздің мойныңызға фокусты қойсаңыз. Сіздің мойныңыздың бұлшық еттері, тамырлары, сіңірлері. Сосын мойныңызды ұстап тұрған омыртқаға фокусты қойсаңыз. Бір талдап, саралап, сканерлеп көрсеңіз. Осы күнге дейін сіздің осы мойныңызда, мойын омыртқаңызда қандай тұншыққан сезімдер жиналды. Қандай өзіңізге, өзгеге мойынсұнбау, мойындамау, қасарсу, дәлелдеу, кек сақтау, кектену, қызғану, ашулану, тағы басқа жағымды жағымсыз сезімдер осы жерде жиналып тұр. Ойша қарап көрсеңіз. Қандай сезімдер сіздің икемді болуыңызға, өзіңізді тыңдауыңызға, өзгені тыңдауға кедергі жасап тұр.
Енді қазір осы қоқыстарды мейір махаббатпен өзімізден алып әуе шарына тастайық. Көз алдымызда үлкен әуе шары тұр. Әуе шарының астында қоржын бар. Ол қоржын резинке секілді созыла береді. Енді сол қоржынның ішіне осы мойындағы жиналып қалған, айтқыңыз келген айта алмай қалған, жасырып қалған ойларды, сезімдерді, эмоцияларды, қоқыстарды алып, кәдімгідей ойша қолмен алып, сол қоржынның ішіне тастайық. Әр түрлі нәрсе шығуы мүмкін. Пышақ, қылыш, қанжар, тікен, смала, батпақ. Тіпті жаман иісі де болуы мүмкін оның. Алдымыздан, жанымыздан, артымыздан, әрбір омыртқаның дискілерінің арасынан жиналып қалған, біздің мойнымыздың икемді болуына кедергі жасап тұрған барлық қоқыстарды тастайық. Сол қоржынға тастайық. Өте жақсы. Мойнымыздағы барлық қоқыстарды алып тастаған сайын мойнымызда, басымызда жеңілдеген бір сезім болады. Мойнымыздың, бұлшық еттеріміздің жеңілдеген, жұмсарып жатқандай сезім болады. Ол бір ерекше сезім. Енді кеуде омыртқамызға өтейік. Кеуде омыртқамызда әдетте осы күнге дейін күмәнданған, күдіктенген, қорыққан, үрейленген, сенбеген оқиғалар, ойлар, жағдайлар, сезімдер, эмоциялар жиналып, сол кеудемізді қысып жатқан болуы мүмкін. Ол бір корсет сияқты қысып тұрған болуы мүмкін. Немесе темірлер секілді ма, сым секілді ме, әркімде әр түрлі. Соны ойша аламызда, кеудемізден аламызда, жаңа қоржынға тастайық. Ойша аламыз, тастаймыз, аламыз, тастаймыз. Тіпті қоржынның қасына, әуе шарының қоржынның қасына жақындасаңыз, ол өзі ақ сізден сорып алады, бойыңыздан сорып алады. Өте жақсы. Түгелмен тастаймыз. Ойша сканерлеп көрейік. Мойын омыртқаны, кеудемізді, кеуде омыртқаны. Түгелмен өкпе реніштерді, ашуыза, кек, негативті плюс позитивті сезімдерді де, айтқымыз келген бірақ айта алмай қалған ойларымызды тастайық сол қоржынның ішіне. Әуе шарының қоржын ішіне тастаймыз. Бойымыздағы сол қоқыстарды алып тастаған сайын менің тәнім де, жаным да
жеңілденіп рахаттанып жатыр. Тәнім маған рахмет айтып жатыр. Әуе шарының қоржыны әбден толып, тіпті созылып кеткенде болуы мүмкін. Енді әуе шары жерге қазыққа қадалған жіппен, арқанмен байланып тұр. Ойша қайшын аламыз. Сөйтіп жаңа арқанды кесеміз. Чик. Кескен кезде әуе шары көтеріле бастайды. Сіздің жаңағы бойыңыздағы, жан мен тәніңіздегі қоқысты көтеріп әкетіп бара жатыр. Ол көтерілген сайын ол алыстап жатыр, алыстаған сайын кішірейіп жатыр. Алыстап жатыр, кішірейіп жатыр. Алыстап жатыр, кішірейіп, кішкентай бір нүктеге айналып жоқ болып кетті. Мен іштей айтамын, менің бойымдағы осы қоқыстарды мейір махаббатпен өзімнен босаттым. Терең дем аламыз. Дем шығару барысында босатамын, жіберемін. Маған осы күнге дейін қызмет еткендерің үшін рахмет. Мен сендерді мейір махаббатпен өз еркілеріңе босатамын, жібердім. Сендердің өз жолдарың бар, менің өз жолым бар. Сөйтіп артқа қарап, оң аяқпен алға қарай, жаңа болашаққа, жаңа өзіміз армандайтын, өзімізді еркін сезінетін, өзіміздің ойымызды еркін, ешнәрседен қорықпай, таза, пәк күйде сезімімізді, ойымызды жеткізе алатын болашаққа қарай қадам бастайық. Ол жерде сізді ешкім даттамайды, айыптамайды, сізді ешкімді даттамайсыз, айыптамайсыз, бәрі бір-бірін түсінеді, тыңдайды, бір-біріне жылы сөз айтады. Сондай бір ерекше болашаққа қарай қадам бастаймыз. Терең дем аламыз, жаймен ауызбен дем шығарамыз. Сөйтіп бисмилля деп, жаңа, жарқын, бақытты, бай қуатты болашаққа қарай қадам бастаймыз. Жүріп жатырмыз. Жүрген сайын жаңа әлем, жаңа мүмкіндіктер ашылып жатыр. Менің 1 жылдан кейінгі, 3 жылдан кейінгі, 5 жылдан кейінгі өзімнің жаңа бейнемді көріп жатырмын. Бақытты, бай қуатты бейнемді көріп жатырмын. Мен сол жаққа қарай қадам бастадым. Және қадам басқан сайын өзімді еркін, бақытты, бай қуатты сезініп жатырмын. Жаным, тәнім жеңілдеп рахаттанып жатыр. Осы бір сәтте кішкене тұрып сезініп көрейік. Бүкіл тәнімізбен сезінейік. Жан дүниемізбен сезінейік. Және рұқсат берейік өзімізге. Менің болашағым осындай болуына, жарқын, бақытты, бай қуатты болуыма рұқсат беремін. Терең дем аламыз, дем шығарамыз. Бес, жан тәнімізді сезінеміз. 4, бастан төмен қарай, аяқтан жоғары қарай тәнімізді сезінеміз. 3, үстімізде киімді отырған жерді сезінеміз. 2, сыртқы температураны, дауысты сезінеміз. Қазір бір дегенде өзінің жарқын, бақытты, бай қуатты болашағына қадам бастап жатқан, жүріп жатқан, процестен ләззат алып жатқан, өзіне сенімді, еркін тұлға ретінде оянамыз. 1.
терең дем алып дем шығарамыз. Жан жаққа қараймыз, күлеміз, керілеміз, өзімізді құшақтаймыз. Егер қасыңызда адам болса, оны да құшақтаймыз. Осы медитацияны соңына дейін жасаған болсаңыз, мен сізді құттықтаймын. Өзіңізге бүгін ертең бір жақсы сыйлық алуыңызды сұраймын. Мен уже алдым, дәлірек айтқанда маған әкеп берді. Үлкен киндер. Күшті. Қалайсыздар? Кімде қандай сезім болып жатыр? Енді мойныңызды оңға, солға бұрып көресіз ба? Салыстырмалы түрде. Икемділік, жұмсақтық артқанын байқадыңыз ба? Кеудеңізді керіліп, бүйтіп ұстап көресіз ба? Бүйтіп жасап. Терең дем алып, дем шығарып көріңіз, я? Қалай ашылып жатыр ма? Салыстырмалы түрде қалай ашылып жатыр? Дейін және кейін қандай өзгерісті байқадыңыздар? Бөліссеңіздер. Жеңілдік, Алла разы болсын дейді. Өте жақсы. Керемет дейді. Аха, я. Аха, не болды, Перизат ханым? Я дедіңіз. Ұйықтап кеттім дейді. Күшті. Смалаға толып қалыпты қап-қара дейді. Ой. Кімден не шықты? Мойнынан не шықты? Кеудеден не шықты? Аха, жеңілдік. Жыладым. Молодец. Өте жақсы. Өте жақсы. Кім жылады, кім күлді? Тікен дейді. Құдай-оу. Не жинап тастағанбыз, я, тәнімізге? Осы медитацияны әйелдер жасаған сайын сұлу бола береді. Супер кетті бәрі. Басында омыртқа ауырды, қаттырақ, сосын жеңілдік. Ой, молодец. Мойнынан көмір шықты. Сол жақ мойным тартып ауырып отыр. Сол жақта тастар, таяқтар. Әбден жыладым. Өте жақсы, өте жақсы. Жылау арқылы да шығады. Қатты тот басқан гайк, темір, қабат-қабат мусор. Ой. Неше жылдан бері жинады десеңізші, соншалықты тот басып кеткен уже. Камераның қара ленталары не істеп жүр? Білмеймін ғой, не істеп жүргенін. Анау ескі естеліктер шығар сақтап қойған. Шектер дейді, құдай, ой. 5 пакет мусор шығардым. Молодец. Кеудеден біресе шықпаған сияқты. Қайталап жасап көрсеңіз болады. Сол жақ ауырса не дейді? Сол жақ ауырса бұл әйел бастамасы. Не өз-өзіңізбен қарым-қатынасты білдіреді, не басқа әйелдермен. Еш нәрсе сезбесе нормально, қайталап жасаймыз. Қанжар шықты. Круто. Өте жақсы. Тамаша. Бүгін жақсы ұйықтайсыздар деп ойлаймын енді. Решетка темір шықты дейді. Мен ортаға психосоматолог практик маман шақырғым келеді. Адилова Гүлбаршын ханым, барсыз ба? Жаңа сіз шықтыңыз, қателеспесем, я? Әу деп қойсаңыз, эфирге шығуға дайынсыз ба?
сізбен сұхбаттассақ. Кеуде жеңілдеді, өте жақсы. Не жасап жатсыздар? Жасап қойдық. Ештеңе сезбесек, нормально, ол бастапқы уақытта сондай болуы мүмкін. Кейін қайталап жасай берген сайын шығады, ол сезіледі. Аха. Адилова Гүлбаршын ханым барсыз ба? Мінекей. Иә, дейді. Қазір Гүлбаршын ханым екеуміз талдап көрейік, сіздердің осы жерде қоятын сұрақтарыңызды. Окей? Саламатсыз ба? Гүлбаршын ханым. Аха, кеш жарық, саламатсыз ба? Сіз көрінбей тұрсыз маған? Сіз көріп тұрсыз, әдемі болып. Қазір көрінетін шығармын. Енді, аха, болды. Қош келдіңіз. Қалайсыз? Жақсы, Аллаға шүкір. Өзіңізде қалай, ұстаз? Бізде супер плюс. Жаңа жылдарыңызбен. Рахмет, бірге болсын. Ал Гүлбаршын ханым, өзіңізді бір таныстырып өтсеңіз, қайдан боласыз, не қызметтесіз, не жаңалық өзіңізді? Кеш жарық барлықтарыңызға. Мен Адилова Гүлбаршын Мұханқызы, 4-ші ПСП шәкіртімін. Оңтүстіктен Сарыағаш қаласынан болам. Мамандығым районный поликлиникада медсестра болып жұмыс жасаймын. Жасым 36-да, 3 баланың анасымын. Супер. Жалпы сол дейін кейін өзгерістер өте күшті. Өзімде айналам айтады, өзіме сезіледі барлығы. Гүлбаршын ханым, жалпы бізді қайдан таптыңыз, қалай келдіңіз, не себеп болды? Мен қанша уақытта десем болады? Ұзақ уақыттан бері білем, где-то бір 4-5 жыл болған шығар. 85-ші топта болдым, алтында 120 күн, ол кезде 120 күн еді, наверное, аха. 85-ші топта 1 айлық оқыдым, ары қарай оқымадым, білмеймін неге екенін. Мүмкін ол кезде қатты ондай не болмаған шығар, менде қажеттілік болмаған шығар, түсінбеген шығармын. Сол кезден бері танимын сізді, 85-ші топта болғам, 120 күн, оның алдында да білетінмін. Жалпы келгендегі мәселем менде панический атака болды. Да? Қанша уақыт болды ол паникалық шабуыл? 2 жылдың көлемінде, осы соңғы 23-ші жылда ол қатты күшейді. Да? Оның алдында, бастапқыда ковидтің кезінде басталды. Кейін 23-те ковидтің кезінде болған, менде жұмыста қасымыздағы әріптестерімде сондай байқалып, ауырып жатқаны байқалды. Кішігірім олар сақтандырумен жатты. Неге? Отделениеде өздері ем алып жатты, ем шара. Сол кезде менде барып, қатты ондай не болмаса да, бірақ ем алуды жөн көрдім. Сол кезде менде алғаш панический атака болды. Өзім жалғыз өзім бір палатада жатқан кезде, сондай түннің несінде бір уағында сыртқы дыбыстар, сол жерде бір үлкен кісінің қиналып жатқанын сезіп, сондай естуден сондай қатты қорқыныш болды. Сол қорқыныш кеудеде ұзақ уақыт қалды, тәнде ұзақ уақыт жүрді. Және соны шығаруды мен көп әрекет жасадым, бірақ именно осыдан таптым, Аллаға шүкір. Не істедіңіз? Қандай
әрекеттер жасадыңыз? Қалай емделдіңіз? Паникалық. Ол үшін енді менде жалғыз қалғаннан қорқған неше түрлі ойлар келеді. Басында даже сол ковид туралы әңгіме айтса менде уже қайта қозитын сондай діріл, бір жайымда отыра алмай қатты дірілдеп кететінмін. Кейін мен оны қорқыныштарды неге бардым, кәдімгі не ислами жолмен имамдарға барып оқытылатын едім да. Сондай мешітке баратын едім, оқытылатын Сол едім. кезде білдіңіз ба, то, что ол паникалық атака екенін? Жоқ, білген жоқ. Жоқпын, білген жоқпын. Не деп айтты сосын сізге? Маған ел жұрттар Әдетте көз тиді, сөз тиді деп жатады ғой. иә, сенде даже мен анандай неге дейін бардым, бір атақты аты шыққан сондай ютубта жүрген бір кісіден андай жын шығарады деп айтып жатады ғой. Ол кісі Алматыда болды, мен осы Сарыағаштан Сіз ол кісіге ойладыңыз, бардым. маған жын кіріп кетті деп. Или біреу айтты солай, да? Иә, мен де бір кісі, мен осы айна өзім төңірегімдегі мешіттерге барып оқытыламын. Ұзақ, мен бір 10 күн шығар. 10 күн мен нормально жүремін. Қайтадан қорқу басталады. Сосын жаңағы кісіге де бардым Алматыға, 23-тің сол декабрь айларында барған шығармын. Наверное, сол қыс мезгіліне бардым. 22-нің. Аха, иә. Сол кезде бардым. Одан да ол бірақта маған брошюра берген кезде осы оқытылдық енді кішкене несін айтты, енді өздерінің несімен, саласымен. Бірақ астында тұрды да, психологқа обязательно жолығу деп ше. Психосоматика деген жоқ, психолог деген тұрды да. Осы сен 3 күн оқытылып болған кейін психолог деген тұрды. Мән бермедім, бірақ не үшін деп мән бермедім. Одан кейін де менде сол басқа реніш болды, анау мынау бауырымда болды. Мен сіздің осындай прямой эфирларыңызға шығып, кейде звонокпен түсіп қалатынмын. Сіз звондап, сондай бауырым ауырады деп айтатынмын. Сол жерде көмектесетінсіз, бір-екі рет көмектескенсіз. Осыны мен бір жыл, бір 2-3 жылдан бері сондай не жазамын, өзім қалауларымды, жан қалауларымды блокнотқа жазып жүрем. Сол кезде жазған екенмін. Ол кезде маған осы сабақ алғаш рет шыққан кездер ғой, ПСП шығып айтып жатқан кездер. Может, Кәмшат ханымнан мен бағасын да білген шығармын. Сол кезде маған арман болып оны жазған екенмін. Кеше қарап соны тауып отырмын. Сол орындалып қатты қуандым. Оказывается, ол деген ана біздің миымызда ғана сондай қолжетімсіз екен да. Нақты қалау болған кезде ол кәдімгідей қолжетімді екен. Рұқсат бере алмай тұрмыз ғой. Иә, рұқсат берген кезде қолжетімді, өзі мүмкін ол біздің дайын болып келген уақытымыз шығар, сол деп ойлаймын. Конечно. Тағы осы неде айтқым келетіні, мен бауырыммен да ұзақ емделдім, операция жасалды. Сонда да менде қатты не болып тұратын, ауырып, сезініп тұратын. Осыдан мен осы реніштен қалай арылдым, қалай өз-өзіме проработка жасадым, қанша практикалар, терапия алдым. Кәдімгідей барлығы өтті ғой, жеңілденіп. Аллаға шүкір, қазір жеңіл. Одан кейін де осы неміз, өзіңіз айтпақшы ұстаз, сезімдер бізбен өміріміздің соңына дейін сезімдермен бірге жүреміз ғой, сезім келеді. Сол сезім менде қайта келген сезімдер бауырымнан белгі болады. Өз алғаш келген кезде сол бауырым ауырып келгенмін ПСП-да. Сол қанша тазалап тастаймын, бірақтан сол кішкентай белгі уже бауырымда болса, мен значит білемін, осыны өңдеу керек деп ше. Демде соны тауып аламын, өңдей қоямын, жеңілдік болады. Ол кез келген ситуация солай менде қалыптасып қалды да. Ол бір андай сигнал беретін сигнал беретін орган. Солай өзім қабылдадым. Керемет. Сонда паникалық атаканың түпкі себебі не болып шықты? Паникалық атаканың түпкі себебі ол менде ядросы анамның құрсағынан шықты. Не болды? Несі
прям неден кейін, терапиядан кейін запор, лоқсу сондаймен шықты. Енді күшті терапия жүрді. Өзіңіз Анамның құрсағында. істедіңіз ба? Әлде Жоқ, әріптеске? маған алғаш рет супервизорымыз Меруерт ханым сондай жасап берем деп барлығыңызға бір терапия менен сыйлық деп айтқан болатын. Сол кісі жасап берді маған алғашқы терапияны. Молодец. И қалай Сол болды? Не болды жақта? Анамның құрсағындамын. Анамның құрсағында анамды кәдімгідей көрдім. Ол кісі уже жүктіліктің соңғы айлары мүлдем өзіні күтпейді. Екі шелектеп су тасиды. Мүлдем өзіні күтпейді ғой жаңа. Кейде аяғында күйдіріп алған кезін көрдім. Сосын менде установка болыпты. Өмірге келуге қорқыныш. Анама деген сол кезден кішкене реніш болыпты. Мына кісі мені іште күтпей жатыр, сыртқа шыққан кезде мүлдем маған уақыты болмайды деген установка болыпты сол кезде. Тағы ұстаз мынандай қызық болды сол кезде. Мен осы терапияны өзімнің үйімде алып отырдым онлайн түрде. Сол терапия бітті, сосын көрген дүниемдің бәрін жазып алғам. Ұстаз супервизорымыз маған айтты, сосын жазып алдым. Енді соны анамнан сұрайын деген қызық болды. Енді алғаш терапия болған екен. Анамнан сондай жағдай болған еді деп айтсам, ол кісі маған хабарласайын деп отыр екен. Менің ішімде дейді. Менде терапия жүріп жатыр, ол кісінің сезімдері. Менің ішімде тура бір бала бар сияқты ары бері қозғалып жүрді дейді, ішімде айналып жүрді дейді. Маған звондап сұрайын деп жатыр екен. Жаңағы қызым, мен УЗИға барайын ба, менде сондай жағдай болып жатыр, қайда барсам болады, не ол деп сұрайын деген екен. Мен бәрін айттым, мама сондай жағдай болды, сізді солай көрдім, сондай ситуациялар болған бе сізде десем, барлығын растады анам. Машалла. И сол қалай терапиядан кейін анамдағы өзгерісті басылды. Жаңа УЗИға барам деп отырған қорқынышы, ішінде жүріп жатқан дүние басылды. И паникалық шабуыл ше? Басылды ол да. Алланың қалауымен. Сосын менен сұрайды кейінгі нелер. Қалай басылды дейді. Алланың қалауымен басылды деймін да. Мен ана ислами жағында жоққа шығармаймын, мүлдем жоққа шығармаймын. Олар Құранды, нені барлығы бар. Бірақтан менде тағы бір әрекет болу керек екен да, соны алып тастайтын установкаларды. Иә. Тамыры ана жақта жатқаннан кейін, ол тамырын алмағанша салдармен күресеміз. Уақытша жоқ болады. Тамырын алмағаннан кейін ол өсіп шыға береді да? Иә, сондай екен, аха. Молодец. Өте қуаныштымын сіз үшін де. То есть сіз бұл психосоматолог практик курсына ең бірінші келген миссияңыз ол өзіңіздің мәселе. Иә, өзім мәселем, өзім қатты неге минус жаққа қарай кетіп бараттым осы соңғы жылда, бір жылдың ішінде. Салмақ тастадым, одан сыртқы көзге бір комнатада тығылып қалдым, жұмыста да солай қатты оқшауланып қалдым. Өзім сол сол баяғы анамыздың құрсағындағы халге түсіп кете береміз ғой. Иә, шыққым келмейді да, иә, сол халге түсіп кете берем. Мен даже сол панический атакадан уже оның белгісі жаңағы ковид кетті ғой, енді ковид жоқ, денемде жоқ, бірақ соның белгісі бауырда қалып қойды да. Бауырдан белгі бере береді, как будто мен осыдан бір өліп кететін сияқты қорқыныш келеді. Сондай қатты қорқыныштар болып жүрді. Алланың қалауымен шексіз шүкір, барлығынан арылғаныма шүкір. Қазір айналамдағыларға айтам, негізі жеңіл ғой өмір сүру деймін да. Енді неше түрлі туыстармен, өзіміздің бауырлармен чаттар бар ғой, ол жақта былай әңгіме алысып жатады да, енді әңгімелерді анақ-мынақты. Мен айтамын да, сен неге араласпайсың дейді да. Мен мына бұлттың үстінде өзім шайымды ішіп отырмын деймін да. Мен сондай халдемін қазір деймін да. Енді қатты кіріскім келмейді да, өзім неғылмайтын жерлерге, шаруам жоқ жерлерге. Сондай халге түсіп кеттім да қазір. Тыныштық халі.
іште тыныштық болған кезде қалған басқа мәселенің барлығы болмайтын бір дүние болып қалады. Иә, иә. Иә, соны айтқым келеді бір кездерде, ана алысып жүргендерді байқайсың ғой, айналаңда алады. Сөйтіп, негізі барлығы жеңіл ғой деп та. Иә. И маған Шын келіп жатқан, мәнінде иә, адам күресіп жүреді ғой, жаңағы дәлелдеп бір нәрселерді. Негізінде ол адамның жаны, тәні, рухы сол бір тыныштықты іздеп жүр да. Тыныштықты ол сырттан іздеп жүр. Қазір мынаны жесем тыныштық болады, қазір мынаны істеп бітірсем тыныштық болады деп. Тыныштық ол іштен шығатын нәрсе да, ол сырттан келмейді да, ол. Вот іштен шықты, келді, и все. иә. Айналамнан байқаймын да, кейде әйел кісілер ғой, ана дүниені алсам тыныштыққа жетем деп ойлайды да, ол дүниені алады, бірақ одан да тыныштық таппайды ғой. Мысалы, ол жиһаз болсын, ол басқа да не болсын да, қол жеткен кезде ана состояние жоқ қой, тыныштық халі. Тағы да не қылмайды, басқасына өтіп кетеді. Мен өзімнің... Одан кейін ол үлкен дозаны талап етеді. Уақытша тыныштық береді, тыныштық болғанда тыныштық емес, анау рахат, ләззат сезім береді уақытша. Бірақ ол кетіп қалады сосын қайттан. Иә, уақытша болады. Уже мына халге түскен кезде, таза тыныштық халі, құл халіне, ноль халіне түскен кезде уже ана бір артық, өзіңнің жан қалауыңнан артық нәрсе уже артық та саған. Ол артық нәрсені ұстаз басқаларға сыйлағың келіп тұрады ғой, өзіңнен артығынша басқаларға Алла разылығы үшін сыйлағың келіп тұрады да, артығын. Оны сұраныс болса сыйлағың келіп тұрады шын жүректен. Дұрыс. Енді қазір сол қызметтесіз ғой өзіңіз? Иә, Аллаға шүкір қызметтемін. Осыны айналамдағылар біле бастағалы, айналама біраз кісілерге көмегім тиіп жатыр қызметтегі. Нақты бөлісе аласыз ба? Қандай адамдарға ат жөнін айтпай-ақ, просто немен келді и қалай көмектестіңіз? Қандай сұрақтармен көп келеді сізге? Маған келген сұрақтар көбінесе қарым-қатынас болды. Қарым-қатынас, жас отбасылардан жас келіншектер қарым-қатынаспен келді. Барлығын кінәлап келген. Жолдасымен, ата-енесімен, айналасымен. Қарым-қатынаспен келді. Олар барлығын түсінген кезде ондай қиын емес екенін түсініп, сол қарым-қатынаста тек қана бәрін өзі шектеп қойғанын түсінген кезде, ол кісілердің тіптен жақсы адам екенін көріп, комментарий жазып жүрген кезде айтады, барлығын жақсы көріп жүрмін деп айтады да, тапқан кезде нелерін. Бір кісі болды, өзіміздің коллегамыз, ол кісі не болды? Уже ана өзін-өзі жою программасы талып қалатын. Терапия барысындағы әңгімелердің барлығы сондай болды, уже өмір сүруге несі жоқ, өзін қатты кінәлау сезімі болды. Сол сезімдермен айналасын көп жазалау, бала шағасын әсіресе кінәлау сезімі, балдарына сол эмоциясын балдарына көрсету, ол кісі де барлығын түсінген кезде сондай қуанышты нелермен бөліседі. Тағы да менде подростктермен көп кейстер болды, 16 жас, 18 жас. Маған сол подростктермен жұмыс жасаған қатты ұнайды. Мәселелерін олар андай тереңдемеген болады да, сезімдері да барлығы. Оңай жеңіл ашылады, шешіледі. Иә. Қазір өзіңіз медбикесіз, облыста дедіңіз ба? Облыстық или аудандық? Иә, райондық, Сарыағаштың районный поликлиника. Сол жерде енді жұмыс барысында көмектесіп жатыр ма осы үйренген тәжірибелеріңіз? Әрине жұмыс барысында мен осы ПСП-ға дейін менде қатты агрессивный болып жүргем. Қатты агрессивный едім. Қазір мәміле қатты бізге келетін пациенттерге, оларға мәмілеміз, көзқарасымыз. Оларда сондай агрессивный адамдар көп келеді бізде. Байқайсыз ба? Дейінгі Гүлбаршын ханым и қазіргі Гүлбаршын ханым.
Пациенттер қалай көресіз? А, иә, пациенттерге, иә, бұрындағылардың барлығы мен ашуымды шығаратын. Барлығын солай көретін, агрессивно көретін. Қазір жоқ. Барлығына сөзбен түсіндіресің, түсінеді, жылы қабылдайды. Сондай қазір менің халімде сондай болып кетті, мен айналам. Ол Иә. қалай дұрыс екенін түсінбеймін. Мен даже өзімнің айналамдағылар көбісіне көзқарасым басқа еді. Осы ПСП-дан кейін мүлдем олардың қандай бір жақсы адам, өздерімен өздері жүрген, сондай керемет жандар екенін түсіндім. Аха. Плюс еще олардың жан әлемін сезіне бастаймыз, көре бастаймыз. Иә, сыйлаймын, барлығына нем артып кетті, сыйластығым. Оның алдында менде өзімнің отбасыммен көп жұмыс жасадым. ПСП барысында, сабақ барысында қызыммен, баламмен сондай жақсы жұмыстар жүрді. Подросток балам бар, онымен де жасадық жұмыстарды. Өзімнің ішкі халім көбінесе балдарыммен білініп отырды сабақ барысында, терапия барысында. Менің тәкаппарлықтарым жұмыста. Қазір мынандай айтқандай, осындай сабақтың плюс жағы, мен бірдеңе айтып қоямын жолдасыма или біреуге, и сол моментте ол маған қайтып келеді да, жұмысқа барсам біреу соны қайтып не алады. Сразу сол кезде ойланамын, мен қазір не айтып қойдым осының алдында не істедім деймін, сразу ойлап, кешірім сұрап, өзім өңдеп ала саламын да. Сондай бұрынғы Гүлбаршын болса, уже целый день сол неде жүретін еді, даже ашуланып, анау үйтті, мынау нетті деген. Неге бүйтеді деп па? Өзіне қарамайды ма? Иә. Ең бастысы мен бұл жерде айтқым келетіні, дәл мен сияқты болғандар, бұрынғы мен сияқты, мысалы бауыр ауырып жүреді, басқа жер ауырады, тек қана медицинадан ем ала береді да, бірақ андай халі сол бір хал болып қала береді да, шыға алмайды состояниеден. Емнің қонып жатқанын да білмейді, ем қалай қонып жатқанын да, бір неден айналып жүре беретіндер болады. Соларға керемет осы терапияны бірге алып жүрсе, бір терапия алып, ары қарай лечениясын да жалғастыра берсе, керемет ем қонады. Иә, тезірек болады. Иә, тезірек болады, арылуы тезірек болады, көзқарасы барлығы өзгеріп. Иә. Ана жерде медицина жағынан ем ала береді, бірақ іште сондай кінәлау, шарт қою сезімдері жүрген кезде ол результат қатты болмайды да. Аха. Дұрыс айтасыз. Гүлбаршын ханым, қазір жеке қабылдау жасап жатсыз ба? Онлайн, офлайн? Иә, әрине жасап жатырмын. Онлайн әлі офлайн екеуінде ма? Екеуінде. Айналамда жүргендерге офлайн. Бүгінде офлайн қабылдадым жұмыстың тыс уақытымда. Алыстағылар барлығы онлайн. Молодец. Қаншадан қабылдап жатсыз? Онлайн пока, иә, қазіргі таңда онлайн 10.000 теңге. Тамаша. Офлайн? Офлайнда пока сол баға. Өзім жаңа жылдан кейін не аламын деймін, бірақ пока сол баға 10.000 теңге екеуі де. Өте жақсы. Тамаша. Гүлбаршын ханым, нөміріңізді осы жерге жаза аласыз ба? Сосын Гүлбаршын ханымның аккаунтын белгілеп қоямын осы видеоға. Аккаунтына өтіп, жекесіне жазсаңыздар болады, сұрақтарыңыз болса. Сарыағаш, Шымкент, Жетісай, Мақтаарал, пожалуйста, міне. Сарыағаштан бар Гүлбаршын ханым, үздік ПСП, өзі медик, әрі психосоматолог, 2 в 1. Сондықтан әрі тән, әрі жарыңызды емдеуге күшті мүмкіндік. Қазір 10.000 теңгемен қабылдап жатыр екен. Ол өте тиімді баға. Зато 20 жылдық мәселеңізді шешіп алуыңыз мүмкін. Немесе тағы да 10-15 жыл қиналмай-ақ, қазірден бастап мәселеңізді, сұрағыңызды шешіп алып, ары қарай жеңіл өмір сүруге болады да, дұрыс па? Иә, өте жеңіл өмір сүруге болады. Сол мәселені өңдеп алғаннан кейін, уже басқа жақтарға көзқарас ашылады да, сіз айтпақшы, ресурстар ашыла бастайды. Қазір барлық энергия соған кетіп жатыр ғой, қазір өзінің ішкі мәселелеріне кетіп жатыр. Оларды өңдеген кезде уже энергия барлығы басқа жаққа жұмсайсыз.
Жаңа қырынан ашылады, жаңа білім, әлемге деген құштарлық, өмірге деген ашыла бастайды. Иә, дұрыс айтасыз. Өйткені ол іштегі тұншыққан агрессивті, негативті сезімдер, ашу, ыза, тағы басқалар, олар энергияны сора береді да. Иә, Өмірлік энергияны сора береді. иә, Ол энергияны сіз мақсатқа, арманға қолдануға болады да. Өсуге. иә. Иә, өзім сол кішкене уақыттағы артыма қарасам, осы бар жоғы 5 айға жақындап қалдық қой. Сол кезге қарасам сондай мүлдем бір мақсат, арман жазуды білмейтін, таң атады, кеш батады, бар уайымы сол денесіне қарай беретін, бауырына қарай беретін. Мен қай жаққа көңіл бөлем, сол нәрседен белгі келе беретін. Даже мендегі панический атака, өзім медик болған екен, осы соңғы кезде мен анализ алатын жерде отырдым да, лабораторияда. Еще сондай диагноздар келеді бауырға байланысты. Солардан қорқамын ғой. Басқа біреулердің диагнозынан сабақ басталардың алдында қатты күшейді сондай. Шыңына шықты. Сосын өңдеген кезде жеңіл болып, керемет болды ол барлығын өңдеген кезде. Күшті, берекелі болсын. Иә. Нөміріңізді жазбадыңыз ба? Жаздым, жоғары шығып кетті, наверное. Жоқ, көрінбейді. Қазір жазып жатыр. Аха. Шықты ма? Шықпады ғой. Иә. Сізге көрініп жатыр ма? Бізде көрінбей жатыр. Мен жазып жіберейін онда. 402. Аха. 520. 520. 20-42. 20-42. 520-20-42, я? Иә. Сарыағаш. Мінеке, жазып жібердім. Гүлбаршын ханым, 872-520-20-42. Басқалары жазып жатыр. 520-20-42. Өте оңай жаттап алуға болады. Осы нөмірге хабарласып, WhatsApp-қа жазып, жекесіне жазып біле аласыздар. Басқа сұрақтарыңыз болса, пожалуйста, хабарласып, жекесіне жазылып, жеке қабылдауға жазылып, мәселелеріңізді шешіп алсаңыздар болады. Ұстаз, 5-ші лекке жазылатындарға кішкене ойымды айтсам бола ма? Рұқсат па? Иә. Иә, 5-ші лекке қатысам деп ниеттеніп отырған шәкірт болам дегендерге айтатын дегенім, бастағы ниетті дұрыстауларыңызды қатты өтінемін. Шәкірт халінде. Мен осы сабаққа келгенде мынандай бұл позицияда келдім. Оны тобымыздағылар, супервизор барлығы растайды. Мен ештеңе білмеймін депші, білгім келеді деп. Мен шәкіртпін, білмеймін депші. Кейбіреулер болды да, мен оны біліп қойғам, өйтіп қойғам деген сияқтыша. Сол шәкірт позициясында келсе, сондай сіңімді болады сабақтар. Иә. Өте дұрыс айтасыз. Тағы не айтасыз? Күмәнданып отырған, қорқып отырған, рұқсат бермей отырған адамдарға өздері. Маған керек шығар деп отырған. Жоқ, бұл барлығына керек. Мен өзіңізден де өткенде де айтқан болатынмын, бір айдың ішінде, сабақтың бірінші айдың ішінде мен сізден кешірім сұраған болатынмын, бағасына жайлы. Бағасы алдында айтқан болатынмын, қымбат сіздікі деп. Ол ешқандай бағасынан қаншама құнды білім. Жай ғана қарапайым өмірде сізге, мысалға, сіздің мейлі ауруыңыз жоқ, барлық жағынан менде идеальный деген адамның өзі күнделікті өмірде кездесетін сезімдерін өзі өңдеп отырады да. Ешқашан біреуді кінәламайсыз, сол кезде ешкімге шарт қоймайсыз. Кәдімгі мына өмірді құстар сияқты сүресіз ғой, жеңілші.
жеңіл рахаттанасыз әп сәтте, ешкімді кінәламайсыз. Сонда дұрыс айтасыз. айналаңыз да тап-таза, өзіңіз де тап-тазасыз да. И сіз таза болған кезде сіздің армандарыңыз, ниеттеріңіз соған байланысты орындала береді. Сіз ана өзіңіз сондай тазарып кетесіз, беруші жаңағыдай өзіңіздің артқанның бәрін үйлестіргіңіз келіп отыратын халге жетесіз. Берсем екен деген шығар, мына өмірдегі миссия дейді ғой, не ол деймін ғой, таппай қандай миссия деп сабаққа келген кезде бірден білдім, осы 2-ші айға өткенде менің миссиям деп жылап алған кезімде болған, адамдарға пайдалы болу деп. Аха, дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Тем более, мынау менің ойымша халықпен көбірек жұмыс жасайтын адамдарға керемет қабілет деп ойлаймын. Иә. Өйткені ол адамның тәні не айтып жатқанын, жаны не айтып жатқанын сканерлеп көріп отырасыз да, мына адамға мына нәрсе қажет болып тұр ғой деп. Сол нәрсені ауыздан айтсаңыз, ана адам вау деп, қалай білдіңіз деп қуанып кетеді ше. Ана кейде терапияның басында қарсыласады, жоқ деп, кейін уже түсінген кезде ана қандай енді айтып отқан барлығын сіз айтпақшы біліп отырасың ғой, оның мәселесін қандай бір оңай, жеңіл екенін сезіп отырасың. Баста қарсыласады, мойындамайды, жоқ бәрібір ол кінәлі деп. Кейін түсінген кезде, сондай тазалығын барлығын түсінген кезде, ниетін түсінген кезде, барлығы өзінен екенін, өзі қадам жасаса барлығы өзгеретінін түсінген кезде уже көзқарас өзгереді да адамдарға, айналасына. Иә. И өзі түсінеді, оказывается, жеңіл екен ғой деп, өмір сүру, өзім қиын ғой деп ше. Жақында бір кісінің таныс адамның бір танысының жаңағы баласы 2 бүйрегі ауырып, срочно ота жасату қажет деп жазып жатыр, соған не жасап жатыр екен, ақша жинап жатыр екен да. Оның отасына 10 миллион теңге қажет екен. Срочно деп ше. И мен айтамын да, ол жайдан жай пайда болған жоқ қой, ол бүгін ғана шыққан жоқ қой ол нәрсе. Бірден бүйректің отказ беруі. Ол бірнеше уақыттан бері белгі беріп, и соның бір салдары болуы мүмкін да. И мен айттым да, параллельді мамасымен де жұмыс жасаса, анау процесс оңай жеңіл болуы мүмкін, өйткені мамасы арқылы көмектесуге болады балаға деп ше. Сөйтіп, осыдан бір 5 жыл алдым ба, 4 жыл алдым ба, бір кісіге қайырымдылық мақсатында бір жеке терапия жасап берген, үйіне барып. Ол кісі де сол 2 бүйрегі отказ берген, диализбен өмір сүріп жүр жаңағы. И срочно сбор жинау қажет деп, Кореяға ота жасату қажет деп. Сөйтіп жасадым. Бір айдан кейін ол кісі хабарласты. Қазақстанда ота жасайтын болды, Астанада. Еще тегін. Плюс оған ағасы бүйрегін беретін болыпты. Оның түпкі себебі өзінің әкесіне деген қатты жылдар бойы жиналған реніш, өкпе болып шықты да, агрессия болып шықты. Соны алып босатты, жіберді, сразу шешімі шыға бастады да. Ол шетелге барып ақша жинауы қажет еді. Иә. Бірақ жақтан ұсыныс келді, тегін жасаймыз, плюс еще бүйрек дайын. Көрдіңіз ба? Яғни іштегі сұрақты шешкен кезде сырттағы сұрақ шешімі жеңіл, тез бола бастайды. Сол себепті міндетті түрде ауру қажет емес та бізге. Ракпен, бауырмен, бүйрекпен оған қыруар ақша құрту шарт емес та. Қазақта сөз бар ғой, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде. Ауырмайтын жол осы психосоматолог практик болу деп ойлаймын. Өйткені сіз
уже өзіңіздің тәніңізді тыңдайсыз, өзіңіздің жаныңызды тыңдайсыз. Уже алдағы болуы мүмкін созылмалы или жазылмайтын дерттердің алдын алуға болады да. әрине. Дұрыс па? Өйткені Иә, апай әрине. 3 ай бойы ол өзін тазалайды ғой. Сіз мысалы Иә, 3 ай бойы қанша терапия өткіздіңіз өзіңізге, иә, группаластар. иә. Көп алдым. Қаншама сұрақтарыңызды шештіңіз да? 0 теңгемен, да, мысалы. Иә, иә, иә. Иә, есімде ұстаз, сол кезде мен сізге жазған болатынмын. Сізден жеке терапия алғым келген қатты, сол кезде сізден сұрағанда жеке терапия ма әлде ПСП ма дегенде ПСП жақсы дегенсіз. Соған қатты қуанам. Қаншама терапия алдым ғой, 0 теңгеге, сіз айтпақшы. Иә, плюс еще арасында менімен практикаға түсіп қалуыңыз мүмкін да. Иә. Енді алам дегенге өте көп. Сізбен де болды, наверное, болды, иә, жасап бердіңіз. Зумда болған сабақ барысында болды. Жаңа тағы да бір плюс жағы, бір рухани дәрістен алған қосымша сіздің сыйлық дәрістеріңізде мен әкемен байланысты медитациясын жасаған кезде, қалай әкемен медитация жасадым, сыртта жүрген ақша бар еді, біраз сразу сол 2 сағат 3 сағат өтпей сол шотыма келіп түсті. Оның алдында Күшті ғой? ол ақша, иә, жолдасым тарапынан болған, бірақтан ол ақша мен шотыма келіп түсу керек, мен шотым берілген ол жаққа. Мен оның жолдасымның артынан қалмай жүремін ғой, жасайықшы, саған практика жасайықшы, терапия жасайықшы десем, жоқ, маған қажет емес дейді. Мен қалай өзім жасадым, сразу сол менде екен, мен өңдеген кезде 1,5 сағат өтпей ақша түсті. Күшті. Біраз уақыт болған ақша сол кезде түсті. Мен, иә, енді керемет. Бұның барлық жағынан керемет. Ол жалғыз ғана ПСП-ны оқып, психосоматик болғаннан қосымша ол жерде құнды білім жатыр сіздің рухани дәрістеріңізде. Өте құнды білімдер жатыр. Оны біз бонус ретінде береміз ғой. Иә, бонус сабақтар. Барлық жағынан құнды. Мен ниет еттім, Алла қаласа 120 күндік марафонға ұлымды осы сабақ біткен соң жаз айында жазуға. 16-ға толды. Дұрыс, өте жақсы. Күшті өзгерістер болады деп ойлаймын. Тем более жас болса, жастарда тез өзгеріс болады. Иә. Қанша ерте оқыса, қанша ерте тазаланса, соншалықты супер болады деймін да. Тағы бір нәрсе айтсам рұқсат па? Сіздің 120 күндік шәкіртіңіз, атын айтпай қойын, ер бала, бойдақ бала, негізі келген мәселесі, үйлену мәселесімен келді. Сіз біздің номерлерді, сыйлық терапияларын берген кезіңізде келген болады. Сол бала айтады, мен сіздерге әпке қатты қызығам дейді. Сіздер қазір мен терапия жасап, өңдеп беріп жатсыз ғой дейді. Мен айтам, мен наоборот сендерге қызығамын дейді. Сендер әлі бойдақсыңдар, еще оқып жатсыңдар. Сендер, мысалы, менің балам алды 15 жасқа келіп қалды, 14-15 жасқа. Сен бойдақсың, қазір білім алып жатсың, ертең сен таза ұрпақ тәрбиелейсің деймін де, ешқандай травмасыз, өзің кемшіліксіз былай білесің деймін де. Қанша ерте оқыса, сонша жақсы екенін ұқтым да мен же. Дұрыс айтасыз. Саналы ұрпақ тәрбиелейді, саналы, травмасыз, көзі ашық, сондай тұлға, былайша айтқанда тұлғаны тәрбиелейді да өмірге келген. Иә. Бойдақтарға. Сондай күшті, бірақ бойдақтар оқыса мен қуанам. Иә. Оңай жеңіл шеше береді өз мәселесін. Иә, практика терапия алуға келіп жатқандарда жас отбасыларда сондай осы сабақты оқып, үйленіп тұрмыс құрғандарда бір кедергілер болмайды деп сене аламын шы өмірінде. Иә. Күшті. Көп рахмет, Гүлбаршын ханым, Алла разы болсын. Жаңа жылыңызбен тағы да. Рахмет, сізге де ұстаз. Сіз енді халықпен жұмыс жасағаннан кейін, ары қарай 100 мыңдаған адамның тән және жан дүниесін емдеуге себепкер бола беріңіз. Бұл жан, бұл ұлы миссия. Ол Құранда айтады, бір адамды сақтап қалсаң дейді, ол бүкіл адамзатты сақтап қалғанымен тең дейді. Біз адамдардың жанын емдеу арқылы
оның болашақтағы қаншама қауіп қатерінен сақтап қалуға себепкерміз да. А вдруг ол өз-өзіне қол жұмсауы мүмкін еді, а вдруг ода рак болуы мүмкін еді да. А сіз оған дейінгі соның болуы мүмкін себебін анықтап жоюға көмектестіңіз. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұл и мына өмірде де, и келесі өмірде де үлкен игілікке, сауапқа бөлейтін мамандық деп ойлаймын бұл. Құдай Иә, әрине. Сіздің артыңыздан ерген шәкірттеріңіз көбейе берсін, ұстаз. Амин, амин, амин. Құдай қаласа. Жақсы, Гүлбаршын ханым, Сарыағашқа дұғай сәлем. Сау болыңыз, рахмет барлықтарыңызға. Кеш жарықтады. Қазір Гүлбаршын ханым өзі біледі екен қалай шығу жолын. Рахмет. Бар ма сұрақтарыңыз басқа? Балаларымыз емдеп жатырмыз. Вау, молодец, Манат ханым. Жолдасыңыз мүлдем психологияны қақпайтын, түсінбейтін болса, шарт етпейді. Өзіңіз оқып біле берсеңіз болады. Артырозың психосоматикасы. Сол курсты айтамыз. ПСП курсында айтамыз. Сыртқы ішкі органдардың психосоматикасын. Бағасы қанша? Бағасы қазір жеңілдікпен болып тұр. 18 қаңтарға дейін жеңілдік баға тұр. Ол үшін мына нөмірге WhatsApp-қа жазу арқылы біле аласыздар. Дереу қазір 15 жаста бала оқуға бола ма? 15 жас әлі жас болуы мүмкін. 16 жастан бастап оқыса болады. 15 жастағы балаға 120 марафон болады. Ұлыңды оқытса, көбірек өзіңіз оқыған дұрыс болады, негізі, ұлыңыз емес. Жеке терапия бола ма, бағасы қанша? Жеке терапияны Гүлбаршын ханым жүргізеді. Гүлбаршын ханымға жазсаңыздар. Уалейкум ассалам, қатысқым келеді, бағасы қанша? Бағасында Кәмшат ханымға жазсаңыздар, толық ақпарат аласыздар. Бізде сосын бөліп төлеу бар, 3 айға бөліп төлеу бар. Курс 3 ай болады, 90 күн. Және рассрочка бар. Осы 8-не басталады. Каспийден рассрочка бар. Бөліп төлеу. Сосын Жусан банктен бөліп төлеу бар. Осы 2 банктен бөліп төлеу бар. Төлемесеңіз. Басты бұл білімді алу қажет. Содан кейін үйреніп алғаннан кейін басқа адамдарға көмектесу қажет. Басқа адамдарға көмектесу арқылы біз табысымызды көбейтеміз, рухани өсеміз, материалдық тұрғыда өсеміз, Құдай қаласа. Алматыда офлайн қабылдайтын шәкірттеріңіз бар ма? Өте көп Алматыда. Кәмшат ханымға жазсаңыздар, списогі бар бізде шәкірттердің. Осы психосоматикалық практик курсын бітірген, жұмыс жасап жүрген шәкірттердің тізімі бар. Әр қала бойынша, сол жерде өзіңіз қалаңыз бойынша алсаңыз болады, немесе жекеме жазсаңыз болады. Осы Инстаграмда мен де сол шәкірттердің тізімін бере аламын сіздерге. Менде бір мәселе бар, қалай сөйлесеміз. Сол шәкірттерге хабарласып сөйлессеңіз болады. Міне Гүлбаршын ханым өзі жазды. 8702 520 20 42 жаңа Сарыағаштан. Окей. Жақсы, осымен бүгінгі эфирімізді бітіреміз. Алла разы болсын. Көп рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше сау саламатта болыңыздар. Бүгінгі медитацияны басқа да таныстарыңызға, туыстарыңызға, топтарға таратып қойсаңыздар, осы видеоны көрсін, білсін, медитация жасап көрсін, мүмкін бойындағы қаншама жыл жинап жүрген қоқыстарын тазартып, сізге ертең рахметін айтады, Құдай қаласа. Және қалғандарыңызды ПСП 5 курсында күтеміз.
PSP 5 курсы осы жылдың не деуші еді 18 қаңтарында басталады, Құдай қаласа. Бұл жаңа 21 ғасырдың қабілеті, иә. Бұны әрбір адам бұл қабілетті өз бойында ашатын болса, ол ең бірінші өзіне, екіншіден отбасына, үшіншіден қоршаған әлемге пайдалы болады, көмектесе алады, жандарын емдей алады, Құдай қаласа. Окей? Күн өткен сайын орындар азайып жатыр. Бізде уже 4 ондық құрылды, плюс-минус. Бас аяғы бізде 10 ондық, енді 6 ондық қалды. Уақыт жақындаған сайын адамдар өте көп тіркеле бастайды. Біз PSP 5-ке 10 ондықтан 10 орын бөліп жатырмыз. То есть 100 орын бөлдік. Жеңілдікпен тіркелуге 100 адам жеңілдікпен тіркеле алады. Қалған одан кейінгі адамдарға жеңілдік берілмейді. То есть олар уже жеңілдікпен тіркелмейді. Ал енді PSP 6-шы лекті күтетін болсаңыз, сізге 4 ай күту қажет болады. Өйткені 3 ай оқимыз, сосын 1 ай демаламыз. 4 айдан кейін ғана басталады келесі лек. 4 ай күтесіз бе, әлде бүгін PSP 5-ке жеңілдікпен тіркеліп кетесіз бе? Иә. Ол келесі лекте баға тағы да көтеріледі. Вот. Әр лекте баға көтеріліп отырады. Неге? Өйткені өздеріңіз жаңа естіп отырсыздар. Гүлбаршын ханым өзі айтты, басында мен қымбат деп ойладым. Өзіме рұқсат бере алмадым. Кейін курстың бірінші айында кешірім сұрадым. То, что оказывается, бұл мен төлеген бағадан да өте жоғары құнды екенін түсіндім деді. Вот. Өйткені бұл өмір бойы болатын азық сізге. Өмір бойы сізге пайдалы болады. Жан-жаққа жалтақтап жүрмейміз. Бір мәселе туындады ма, дереу өзіңізбен жұмыс жасау арқылы шеше аласыз. Көрдіңіз ба? Плюс бұл жерде сіздің әріптестеріңіз болады. Кез келгенде хабарласып, менде осындай мәселе шығып тұр, көмектесесің бе? Ол сізге көмектеседі. Потом ол сізге хабарласып, сіз оған көмектесе аласыз. Бартер форматта бізде PSP клубы бар, сол клубтың мүшесі бола аласыз. Көрдіңіз ба? Мінекей осындай плюстері бар. Әрі PSP клубының мүшесі боламыз. Оған мүше болу үшін миллион төлеу қажет. Ол миллион төлемейсіз, бұл курсты бітіргендер. Плюс бұл жерде рухани дәрістер беріп отырамыз бонус ретінде. Вот. Плюс тағы да басқа бонустар беріп отырамыз. Оны айтпаймыз, оны курс барысында айтамыз. Жақсы, келесі эфирлерде, сабақтарда кездескенше сау саламатта болыңыздар. PSP курсы жайлы, 20 күн марафон курсы жайлы, мен баймын курсы жайлы толық ақпаратты Кәмшат ханыма жазу арқылы біле аласыздар. Жақсы, кездескенше сау саламатта болыңыздар.